1969 жылы Төлеген Момбековтың асыл жары Пернеш апамыз дүниеден озады. Гүлжан, Дана, Райхан, Қызжан, Салтанат есімді 5 қызы мен Қайрат атты бір ұлымен қалған күйшіге бұл қаза қатты батады. Сол жылдары автоклуб меңгерушісі болып жұмыс істейтін Төлеген атамыз бір күні үйіне келсе, Қайрат 4 жасар Салтанат дейтін қызын жылатып қойыпты. Арада біраз жыл өтсе де, өмірден озған анасын ұмытпай, Салтанат апам айтам деп өкіріп жылайтын көрінеді. Бұл сөзді құлағы шалып қалған Төлеген атамыз қатты толқып, Салтанат қызын жұбатып отырып, «Қайтейін, жаным-ау, қайтейін» деп қосыла жылайды. Сосын сүйеніші де, жұбанышы да бола білген домбырасын алып сабалай береді. Ертеңіне жаңа күй туады. Бұл күйдің атын Салтанат қызына жұбату ретінде Салтанат деп қояды. Ендеше сол Салтанатты қабыл алыңыздар.